Жағымпазынадан жаудан жаман, халық даналығы Сайрам ауданының тумасы Жавахирге дәл айтылғандай. Ол сырттағы псевдо-уағызшыларды тыңдап, түзу жолдан таят. Радикалды идеологияны жадына жүктеп, сол уды айналасына жаят. Ең сорақсы, талай мұсылманды өлімге айдап салған арандатушылармен жасырын байланыс орнатады. Мен көбінесе Шайх Самарқанды тыңдадым, одан кейін тағы бір Абдуллах Зуфарын тыңдадым. Маған уағыздар ұнады, одан кейін сол тыңдау барысында уақыт өте келе маған сол Абдуллах Зуфардың несі жазды. Менімен сөйлесіп Инстаграмда. Содикжон Мухамадиев, лақап аты Содик Самарканди. Зофир Гафоров, лақап аты Абдуллах Зуфар. Діни экстремистердің идеологы Самарканди да, Зуфар да Өзбекстан Республикасының азаматтары. Екеуі де халықаралық іздеуде. Ресми Ташкент радикалды уағызшылардың идеологиясы мемлекеттің конституциялық құрылымын құлатуға бағытталған деп мәлімдеді. Қос қылмыскер қарулы қақтығысқа Орталық Азиядан адам тартқан, логистикалық бағытты сызып, талайды отқа тастаған. Бұл екеуі қазір Анадолы елінде бой тасалап жүр деген ақпарат бар. Түрлі лақап аттармен танымал Шейх Самарқанди, Абдуллах Зуфар